Біздің ұстаздарымыз оқушыларының әр пәнге деген қызығушылығын үнемі арттырып отырады. Біз баламызбен біргеміз. Баламыз бірге өзіміздің де педагогикалық білімімізді жетілдіріп жатырмыз. Сәлеметсіз бе, апай? Мен Дәулетов Нұрдәулеттің анасымын. Балама қолымнан келгенше сабаққа қатысуға, сабақ оқуға, сабақ үлгеріміне қарайласып отырамын. Біз қашықтықтан білім беру кезінде бірге білім алып жатырмыз. Біз қиыншылықтарды бірге жеңіп шығамыз. Біздің ұстазымыз қашықтықтан оқу кезінде балаларымызға ақыл кеңесін беріп, өтініш айту арқылы иландырып отырады. Қашықтықтан оқу барысында балаға бірге бағыт-бағдар беріп отырмыз. Саламатсыз ба, апай? Біз бұл оқу үрдісіне өз балаларымызға оқуға кемділігіне, бейімділігіне қарап отырамыз. Біз ұстаздарымызбен үнемі байланыста боламыз. Ұстаздарымызды ұятқа қалдырмауға тырысамыз. Ұстаздарға мың алғыс. Қашықтықтан оқу балаларымыздың оқып, білім алып, ізденуін үйретеді. Ал біз балапандарымыздың үздік оқуына жағдай жасауымыз міндеттіміз. Біз қашықтықтан оқу барысында баламыздың мұғаліммен қарым-қатынасын бұзбаймыз және сабақтарын оқуға көмектесеміз. Біз WhatsApp желісі арқылы бір-бірімізге шыдамдылық танытып, жұмыс жүргізіп отырмыз. Қызым қашықтықтан оқу барысында сабақ түсінгенін дәлелдеу үшін ізденеді. Сабақ жүргізілу барысында оқушылар бір-бірін тыңдауға сабақты WhatsApp арқылы үйрендік. Біз қашықтықтан оқу барысында мұғалімдермен байланыс жасап, үнемі бірге сабақ орындау үстіндеміз. Сабақта дәлменген көп. Біз жаңа тақырыппен танысу кезінде үнемі телеарнаны көріп, бақылап танысып отырамыз. Біз ұстаздарымызбен үнемі байланыста отырамыз. Ұстаздарымызды ұятқа қалдырмауға тырысамыз. Біздің ұстазымыз бізбен бірге әрдайым кері байланыс жасап, баланы ынталандырып отырады. Ұстазымыз WhatsApp желісінде баланың білім алуына қызығушылығын оятып отырады. Апайының берген білімін қызымыз екеуміз терең ойлап талдауына жәрдем беремін. Қашықтықтан оқу барысында біз бірігіп, ұйымшылдықпен бірге қол жеткізіп отырамыз. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Әрдайым баланың болашағын шешуге дайынбыз. Баламыз қашықтықтан оқу барысында сабақ түсінгенін дәлелдеу үшін ізденеді.